Құрметті ұстаздар, келесі ойын түріміз Random NPK сервисі. Бұл да FlippyTNet платформасы ішінде орналасқан. Бұның жоғары жағына қарайтын болсақ, топтық жұмыс, командаға бөлуге, 3 командаға бөлуге, болмаса кім сабақ айтады әдісін қолдануға, сұрақтар жазып, қандай сұрақтар түсті деген сияқты әртүрлі өзгертіп қолдануға болады. Бұны өзіміз жасап көру үшін Google-ге FlippyTNet деп жазамыз, бірінші сілтемені басамыз. Бізге қажетті ойын түрі мына жерде көрсетілген. Міне осы жердегі демонстрацияны басып, бізге қажетті ойын түрі көрінеді. Біз бірінші оны более батырмасын басып, быстрое редактирование басамыз. Ағылшындағы сөздерді алып тастап, өзімізге қажетті сыныбымыздағы оқушылардың аттарын жазсақ болады. Алдын ала жазып қойып, копировать етуге де болады. Енді жазып болсақ, подать заявление басамыз. Бізге қажетті өзіміздің оқушылардың аттары көрсетілді. Міне айналдырып, кім сабақ айтады әдісін жаңа айтып кеткендей, командаға бөлуге, және де мына жерде уақытты беріп, уақытты жаза отырып, математика сабағына пайдалануға болады. Секунд болмаса минут бере отырып қолдануға болады. Және де бұны өзімізге сақтап алу үшін астындағы сілтемені басып, өзіміздің Google-ге болмаса әлеуметтік желімізге салып қоюымызға болады. Рахмет.